Вольфганг Амадей Моцарт 1756 жылы 27 қаңтарда Зальцбургте дүниеге келген. Оның әкесі композитор және скрипкашы Леопольд Моцарт граф Сигизмунд фон Страттенбахтың Зальцбург князі архиепископы сарай капелласында жұмыс істеген. Әйгілі музыканттың анасы Анна Мария Моцарт, қызы Пертл болды. Ол әулие Гильгеннің шағын коммунасындағы зекетхананың сенімгер комиссарының отбасынан шыққан. Моцарт отбасында барлығы 7 бала дүниеге келді, бірақ олардың көпшілігі өкінішке орай жас кезінде қайтыс болды. Леопольд пен Аннаның аман қалған бірінші баласы болашақ музыканттың үлкен әпкесі Мария Анна болды. Отбасы мен достары қызды бала кезінен Наннерль деп атаған. Шамамен 4 жылдан кейін Вольфганг дүниеге келді. Босану өте қиын болды. Дәрігерлер бұл баланың анасы үшін өлімге әкеліп соғады деп көптен қорықты. Бірақ біраз уақыттан кейін Анна қалпына келе бастады. Моцарттың 2 баласы да кішкентай кезінен ақ музыкаға деген сүйіспеншілік пен тамаша талантты көрсетті. Әкесі Наннерльге ойнауды үйрете бастағанда. Клавесин, оның інісі небәрі 3 жаста еді. Дегенмен сабақ кезінде естілген дыбыстар кішкентай баланы қатты толқытқаны сонша, ол содан бері аспапқа жиі жақындап, пернелерді басып, жағымды үндестіктерді таңдай бастады. Оның үстіне, ол тіпті бұрын естіген музыкалық пьесалардың фрагменттерінде ойнай алатын. Сондықтан 4 жасында Вольфганг әкесінен клавесинде ойнаудан өз сабақтарын ала бастады. Алайда басқа композиторлар жазған минуэттер мен пьесаларды үйрену балаға көп ұзамай жалықтырып, 5 жасында жас Моцарт бұл қызмет түріне өзінің шағын пьесаларының композициясын қосты. Ал 6 жасында Вольфганг скрипканы сырттың көмегінсіз меңгерді. Наннерль мен Вольфганг ешқашан мектепке бармады. Леопольд оларға үйде тамаша білім берді. Сонымен бірге жас Моцарт кез келген пәнді оқуға асқан құлшыныспен кірісетін. Мысалы, егер пән математика болса, онда баланың бірнеше мұқият сабақтарынан кейін бөлмедегі барлық беттер, қабырғалар мен едендер мен орындықтарға дейін сандар, есептер мен теңдеулер жазылған бор жазулармен тез жабылған. Еуропа бойынша саяхаттау. 6 жасында ғажайып бала концерт бере алатындай жақсы ойнады. Оның шабыттандырған ойынына керемет қосымша Наннерльдің дауысы болды. Қыз жай ғана әдемі ән айтты. Леопольд Моцарт балаларының музыкалық қабілеттеріне тәнті болғаны сонша, ол оларды Еуропаның әртүрлі қалалар мен елдеріне ұзақ гастрольдік сапарға шығаруды ұйғарды. Ол бұл сапар оларға үлкен табыс пен қомақты табыс әкеледі деп үміттенді. Отбасы Мюнхен, Брюссель, Кельн, Мангейм, Париж, Лондон, Гаага және Швейцарияның бірнеше қалаларында болды. Саяхат бірнеше айға созылды, ал Зальцбургке қысқа қайтып оралғаннан кейін жылдарға созылды. Осы уақыт ішінде Вольфганг пен Наннерль таң қалдырған көрермендерге концерттер берді. Сонымен қатар ата-аналар мен опера театрлары мен атақты музыканттардың қойылымдарына қатысты. 1764 жылы Парижде жас Вольфгангтың скрипка мен фортепианоға арналған алғашқы 4 сонатасы жарық көрді. Лондонда балаға Йоганн Кристиан Бах пен Йоганн Себастьян Бахтың кіші ұлы біраз уақыт оқу бақыты бұйырды. Ол баланың данышпандығын бірден байқады және виртуоздық музыкант болғандықтан Вольфгангқа көптеген пайдалы сабақтар берді. Табиғатынан мықты денсаулыққа ие болмаған ғажайып балалар көп жылдар бойы шаршады. Олардың ата-аналары да шаршады. Мысалы, Моцарт отбасы Лондонда болған кезде Леопольд қатты ауырып қалды. Сондықтан 1766 жылдан бастап вундеркинд балалар ата-аналарымен бірге туған қаласына оралды. Шығармашылық дамыту. 14 жасында Вольфганг Моцарт әкесінің күшімен Италияға барды. Ол жас виртуоздың талантына таң қалды. Болонияға келген ол сәтті қатысты. Филармониясының бірегей музыкалық байқауларынан музыканттармен бірге, олардың көпшілігі оның әкесі болуға әбден жеткен. Жас данышпанның шеберлігі Констанс академиясын таң қалдырғаны сонша, ол академик болып сайланды. Дегенмен бұл құрметті мәртебе әдетте 20 жастан асқан ең табысты композиторларға ғана берілді. Зальцбургке оралғаннан кейін композитор әртүрлі сонаталар, опералар, квартеттер мен симфониялар жазуға кірісті. Ол жасы ұлғайған сайын оның шығармалары да батыл әрі ерекше бола түсті. Олар Вольфганг бала кезінде сүйсінетін музыканттардың туындыларына ұқсамай бара жатты. 1772 жылы тағдыр Моцартты Джозеф Гайднмен бірге әкелді. Ол оның басты ұстазы және ең жақын досы болды. Көп ұзамай Вольфганг әкесі сияқты архиепископтың сотында жұмысқа орналасты.
Ол көптеген бұйрықтарды алды, бірақ ескі епископ қайтыс болғаннан кейін және жаңасы келгеннен кейін соттағы жағдай әлдеқайда жағымды болды. 1777 жылы Леопольд Моцарт дарынды ұлы үшін архиепископтан өтінген Парижге және Германияның ірі қалаларына саяхат жас композитор үшін таза ауа болды. Ол кезде отбасы айтарлықтай қаржылық қиындықтарға тап болды, сондықтан онымен тек Вольфгангтың анасы ғана жүре алды. Ересек композитор тағы да концерттер берді, бірақ оның батыл шығармалары сол кездегі классикалық музыкаға ұқсамады, ал есейген бала енді тек сыртқы келбетімен қуанта алмады. Сондықтан бұл жолы жұртшылық музыкантты әлдеқайда аз ықыласпен қабылдады. Ал Парижде Моцарттың анасы ұзақ және сәтсіз сапардан шаршап қайтыс болды. Композитор Зальцбургке оралды. Мансап гүлденуі. Ақша мәселесіне қарамастан, Вольфганг Моцарт архиепископтың оған деген көзқарасына көптен көңілі толмайтын. Оның музыкалық данышпандығына күмән келтірместен, композитор жұмыс берушінің оны қызметші ретінде қабылдағанына ашуланды. Сондықтан 1781 жылы барлық әдептілік заңдары мен туыстарының сөзіне мән бермей, архиепископ қызметін тастап, Венаға көшуді ұйғарды. Ол жерде композитор сол кезде музыканттардың меценаты болған, Гендель мен Бахтың үлкен шығармалар жинағы бар барон Готфрид ван Стивенмен кездесті. Оның кеңесі бойынша Моцарт өзінің шығармашылығын байыту үшін барокко стилінде музыка жасауға тырысты. Сонымен бірге Моцарт Вюртемберг ханшайымы Элизабетке музыка мұғалімі болуға тырысты, бірақ император ән айту мұғалімі Антонио Сальериге артықшылық берді. Вольфганг Моцарттың шығармашылық мансабының шыңы 1780 жылдары болды. Сол кезде ол өзінің ең танымал операларын жазды: Фигароның үйленуі, Сиқырлы флейта және Дон Джованни. Сонымен бірге 4 бөлімнен тұратын әйгілі кішкентай түнгі сиренада жазылды. Ол кезде композитордың музыкасы үлкен сұранысқа ие болды, және ол өз шығармашылығы үшін өміріндегі ең үлкен гонорарды алды. Өкінішке орай, Моцарт үшін бұрын соңды болмаған шығармашылық өрлеу және мойындау кезеңі ұзаққа созылмады. 1787 жылы оның сүйікті әкесі қайтыс болды. Көп ұзамай оның әйелі Констанс Вебер аяғы жарасымен ауырып, оны емдеуге көп ақша қажет болды. Жағдай император Иосиф Айайның қайтыс болуымен қиындады. Содан кейін император Леопольд бір таққа отырды. Ол, ағасынан айырмашылығы, музыканың жан күйері емес еді. Сондықтан сол кездегі композиторлар жаңа монархтың ықыласына сене алмады. Жеке өмір. Моцарттың жалғыз әйелі Констанция Вебер болды. Оны Венада кездестірді. Алғашында қалаға көшкеннен кейін Вольфганг Веберлер отбасынан тұрғын үйді жалға алды. Леопольд Моцарт ұлының қызға үйленуіне қарсы болды, өйткені ол оның отбасының Констанс үшін пайдалы сәйкестік табуға деген ұмтылысын көрді. Алайда үйлену тойы 1782 жылы өтті. Композитордың әйелі 6 рет жүкті болды, бірақ ерлі зайыптылардың бірнеше балалары сәби кезінде аман қалды. Жасы тек Карл Томас пен Франц Ксавер Вольфганг аман қалды. Өлім. 1790 жылы Констанция қайтадан емделуге кетіп, Вольфганг Моцарттың қаржылық жағдайы бұдан да шыдамай кеткенде, композитор Франкфуртте бірнеше концерт беруді ұйғарды. Сол кездегі портреті прогрессивті және өте әдемі музыканың бейнесіне айналған атақты музыкантты қатты қарсы алды, бірақ концерттерден түскен табыс тым аз болып шықты және Вольфгангтың үмітін ақтамады. 1791 жылы композитор бұрын соңды болмаған шығармашылық толқынды бастан кешірді. Осы кезде оның қаламынан 40 симфония, ал өлер алдында аяқталмаған реквием шықты. Сол жылы Моцарт қатты ауырып қалды, оны әлсіздік азаптады. Композитордың аяғы мен қолы сынып кетті. Көп ұзамай ол кенеттен құсумен шаршай бастады. Вольфганг 1791 жылы 5 желтоқсанда қайтыс болды. Өлімнің ресми себебі ревматикалық қызба болды. Қабыну безгегі. Алайда осы күнге дейін кейбіреулер Моцарттың өліміне сол кездегі әйгілі композитор Антонио Сальеридің улануы себеп болды деп есептейді. Өкінішке орай, ол Вольфганг сияқты керемет емес еді. Бұл нұсқаның танымалдылығы ішінара Александр Сергеевич Пушкин жазған сәйкес кішкентай трагедиямен байланысты. Дегенмен, бұл нұсқаны растау күні бүгінге дейін табылған жоқ. Қызықты деректер: композитордың шын аты Йоганнес Хризостом Вольфгангус Теофил Готлиб Моцарт, бірақ ол әрқашан Вольфганг деп аталуын талап етті. Жас Моцарттың Еуропаға жасаған үлкен гастролінде отбасы Голландияда болды.
Ол кезде 50 ораза ұстайтын, музыкаға тыйым салынған. Тек Вольфгангқа ерекше жағдай жасалды, оның талантын Құдайдың сыйы деп есептеді. Моцарт тағы бірнеше табыт болған ортақ қабірге жерленді. Сол кездегі отбасының материалдық жағдайы соншалықты қиын болды. Сондықтан ұлы композитордың нақты жерленген жері әлі белгісіз.